Ну не ай, түсіндіруші, қосықта бейітті. Ай, түсіндір. Балалар қосында. Тыңдаңдар маған. 1986 жыл 16 желтоқсанда Мәскеудің тағайындауымен Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бас хатшылығына осыған дейін қазақ даласына аяқ басып көрмеген Геннадий Колбиннің сайлануы шовинизмнің қазақ халқын кезекті табанға таптау еді. Қазақстанның басшысына қазақ халқының ешқандай жағынан келген дұрыс па? Дұрыс емес. Өзіңізді басқаруға жергілікті тұлғасы ешкім табылмаған. Дұрыс, өзіңізді қамыстан білім болу керек. Оны бағыңыз алаңға шығып, наразылығыңызды білдірейік. Дұрыс. Қашан жүреді? Жүзсіз сағат шарда жиналайық. 8-де бастайтын боламыз. Бюро. Атыманда не болып жатыр? Басталанда алматылық студенттер жиналып, Колбинді кетірсін деген тақырыппен митингке шығып жатыр. Олар азуын көрсетейін екен. Бар бет, қосында өзі. Керек болса өтті. Бос. Солдаттар алаңға шығуға дайын. Орынға! Солдаттар, түзел! Тök тұр! Солдаттар, сендері бүгін тапсырмалар сатқындарды алаңға келтіру. Оларға көздерін жою. Түкті бе? Түкті! Оңға бұрыл! Алға қадам бас! Керек болса өзіңе. Біз кетмейміз. Бесіндер айттым, кетіңдер дәл қазір. Керек болса өзіңе. Полковник, отряд шақыр. Колбин кетсін! Колбин кетсін! Колбин кетсін! Сендер не митингке шығып жатқандарың өздерің білесіңдер ма? Сол бір Қонаевты орын алып сағыншын ба? Мен Қонаевты басқаны сақтап келген жоқ. Маған қазақ қыздарын шашынан тартып ұрып жатыр дегеннен келдім. Ұрыңдар, тебіңдер, мейлі өлтіріңдер. Бірақ керек болса, мен қазақ жастар үшін соңына дейін барамын. Атыңдар, елге де бізге де пайдасы жоқ.